Сәлем достар, бүгінгі сабақта have, have got, has got етістіктерін үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Жалпы have have got, has got екеуі бір мағынаны білдіреді. Ең алдымен have has'дың мағынасына тоқтайық, иә? Жалпы have has деген ол бар деген мағынаны білдіреді. Яғни бар болу, ие болу. Бір заттың сенікі екені, бір заттың сенде бар екенін білдіреді. Мысал келтіретін болсақ, for example, I have a pen. Менде қалам бар. I have an apple. Менде алма бар. My sister has a pen. Менің әпкемде қалам бар. Енді болымды, болымсыз сұралы сөйлемдерде have, has'ды қалай қолданамыз? Сол жайында айта кетейік. Ең бірінші болымды сөйлем. I, you, we, they мен әрине біз have'ды қолданамыз. Ал he, she, it пен has'ды қолданамыз. Немесе көпше түрде біз have'ды қолданамыз, ал жекеше түрде has'ды қолданамыз. Ал егерде have got'ты қолданғыңыз келсе, дәл сондай I, you, we, they да have got қолданылады, he, she, it да has got қолданылады. Енді мысалдарды қарап шығайық. I have a sister. Менің әпкем бар. He has a job. Оның жұмысы бар. Teacher has a book. Мұғалімнің кітабы бар. Teachers have books. Мұғалімдердің кітаптары бар. Бұл жерде teacher бізде зат есім болып тұр, яғни кім деген сұраққа жауап береді. Сондықтан бірақ мұғалім болса has'ды қолданамыз, ал мұғалімдер болып тұрған кезде have'ды қолданып тұрмыз. Енді болымсыз сөйлемді қарастырайық. Біз I, you, we, they мен don't have деп айтамыз, ал he, she, it пен doesn't have қолданамыз. Ал егерде сіз have, has, got'ты қолданатын болсаңыз, I, you, we, they мен haven't got'ты, ал he, she, it пен hasn't got'ты қолданамыз. Енді мысалдарға назар аударайық. I haven't got a sister. Менің әпкем жоқ. He doesn't have a job. Оның жұмысы жоқ. People don't have time. Адамдарда уақыт жоқ. Бұл жерде people көпше түрде тұр, сондықтан да don'тты қолданып тұрмыз. Енді сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемдерде негізі көмекші етістіктер зат есімнің алдына шығады. Do, does, will, did деген сияқты. Бұл жерде сондай, мысалға Do you have a sister? Ал егерде he, she, it болатын болса, Does she have a sister? Сұраулы сөйлемде біз міндетті түрде қысқаша жауап беруіміз керек болады. Do you have a sister? Yes, I do. No, I don't. Have you got a sister? Yes, I have. No, I haven't. Енді have етістігімен жиі қолданылатын сөздер келесілерін атап өтейік. Have time, уақыттың болуы. Have money, ақшаның болуы. Have a family, отбасының болуы. Have a job, жұмыстың болуы. Have education, білімнің болуы. Have friends, достардың болуы. Have a meeting, кездесудің болуы. Have breakfast, таңғы ас ішу. Have lunch, түскі ас ішу. Have dinner, кешкі ас ішу. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сабақ сіздерге ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнделікті сабақтар шығып отырады. Goodbye.